иә, қара, Сен- қара, енді тыңда, сен ұтылған позицияны таңдап тұрсың. Атеизм ұтылған позиция. Не екенін айтайын ба? Неге? Потому что сен өлгеннен кейін Құдай шығып қала ма жоқ па, соны білмейсің. Сен абсолютно 100% деп айта алмайсың. Сен үшін белгісіздік ол. Жоқ, сен білесің ба Құдай шығып қалатын? Иә, сендім мен. Егер менікі қате болса, тыңда, менікі қате болса, мен ештеңе жоғалтпаймын. Жоқ, қаяқтан білдің сен? Менікі қате болса, мен ештеңе жоғалтпаймын. Сен жоқ, қате, мате, ол нәрсе жоқ. Сен қайдан білдің өзің уверен екен Құдай шығып қалатын? Басқа діндерді де қарап білдім. Дәлелдер, ғылыми сәйкестіктерге қарап білдім. Дін дәлел ма? Өмірімдегі неге қарап білдім. Жын шайтандарға қарап білдім дәлелді. Мен бір дін ашып өз бір Құдай ойлап тауып, соны дәлелге санасам Давай, дәлел бола ма? діндерге өтесің ба? Діндерге өтесің ба? Жоқ, дін ашып, мен дін ашып бір Құдайды ойлап тауып, соны ұсынсам дәлел бола ма ол? Жоқ. Онда дәлел емес қой дін онда. Тек ол емес қой. Жоқ, мен саған сұрақ қоямын. Қараш, сенің позицияң ұтылған. Жоқ, модернама тыңдаш. Модерн тыңдаш. Сенің позицияң ұтылған. Потому что Құдай шығып қалу мүмкін. Қандай Құдай шығып қалады? Жарайды, қандай деп ойлайсың сен? Қандай, мен білмеймін мен. Аллах шығады. Қалай Аллах шығады? Тек Аллах шығады. Енді кім шығуы мүмкін деп ойлайсың? Аллах шығу үшін қандай дәлелге сүйендің сен? Иисус Христос шығады. Жарайды, Библиядан екі мағыналы емес, бір мағыналы стих әкеліп, Иисус мен Құдаймын деген. Исламның Құдайы Аллах шығып қалуына қандай дәлелге сүйеніп айтады? Жарайды, кеттік діндерге өтейік. Индуизмда не дейді? Ең көне жазбалары Веда. Махабхарата эпостары, олар кейінірек Кришна дегендер кейін шықты. Олар аватарлар. Ең көне индуизмнің жазбасында не дейді? Индуизмда миллион құдай десе де, олардың ең көне жазбасында бір құдай болды дейді. Сол бәрін жаратты дейді. Құдайларды дейді ғой, олар. Соның бәрі біреу дейді, оны жаратқан абсолют. Ол бір құдай, оның біреу, екіншісі жоқ дейді. Аллах болмай тұрған кезде қандай құдайға табынды өзі? Кім? Ибрахим Ханиф жеткізген. Иә, Ибрахим Ханиф жеткізген. Неге онда Мұхаммед пайғамбар ислам дінін алып келмей тұрған кезде, не үшін арабтар құдайын Аллах деп атады онда? Ибрахим пайғамбар кезінде де құдайға сенім болды. Сосын ол бұрмаланып кеткен. Кейінірек пұттарды қосылған. Егер қара, модернама, егер шынымен де пұт құдай болатын болса, олар айтады ғой, пұттар, олар құдайдың балалар қызы деп айтады ғой, ләт уза мана. Соларды бұзғызады ғой, дұрыс па? 360 пұтты бұзғызады ғой, иә? Дұрыс па? Не үшін онда қара, неге Йеменский каменмен, неге онда нені Әлләт құдайын бәрін бұзғызады, бәрін бұзуға бұйырды. Қара таста не үшін бұзбады онда? Ол қате түсінік. Неге Йеменский каменді неге бұзбады онда? Ол қате түсінік. Ол қара тас просто, ол құдай емес. Енді саған сұрақ қойыншы. Жоқ, сен тақырыптан бұрынға өтпеші. Зерттедің ғой, жарайды, қарай, сен зерттедің діндерді. Мен зерттеген жоқпын діндерді. Енді сен зерттемей неге айтасың басқа құдай деп? Йеменский камен қаяқтан келді енді? Кім алып келді оны? Кім істеді? Ибрахим пайғамбар кезінде келді. Ибрахим пайғамбардың ұстанымы да, Авраамның да ұстанымы бір құдай Йеменский каменді білесің ба не екен? Өтірік ақпарат ол. Йеменский камен бар ма деп? Өтірік ақпарат ол. Қара, Иисус христианствода да Отец Небесный дейді құдайды. Ол меңзетіп тұрған Аллах. Бірақ христиандар оны үш құдай деп біріктіріп, үш құдай біреу деп андай не істеп жіберген интерпретациямен. Негізі бір құдай, бәрінде бір құдай. Мен саған өтірік дедім ба, бұл пұт емес қой, қумаш. Жаңа ғана өтірік айтып отырсың ғой сен. Мен өтірік деген жоқ. Өтірік деп отырсың ғой жаңа. Жоқ, пұт деген өтірік деймін. Пұт ол саған идол емес, поклоняться ететін. Тас қой енді, тас қой бәрібір. Тасты сүйіп жалап, еще оны пайғамбарлардың жаңа сахабалардың өзі, оны пайғамбар сүймесе. Сен сүннет деген не екенін білесің бе? Жоқ, сен неге теманы бұрып жіберді, сен айттың ғой, ұтылмайтын позиция алам дедің. Сонда қара. Біреуді зорласа біреу. Қара, біреуді тұтқынға алып зорласа, ол дұрыс па? Дұрыс емес. Дұрыс емес. Енді біреудің жеріне соғыс ашып, біреуді тұтқындап оны зорлайтын болса, зорлап, оны жасайтын болса, ол сүннет қой, а? Жоқ. Қалай сүннет емес? Сен Құраныңда жазылып тұр? Сүннет емес. Сенің Құраныңда жазылып тұр ғой, тікелей зина жасамасын деп жазылған, иә. Зинаны тікелей жасауға болатын хадистер бар сен. Қумаш, сен дейтін үкім неге қарап алынатын білесің бе? Фих дегенді білесің бе? Модерн жақсы қарапайым сұрақ. Фих дейді, не айтшы? Фих деген не айтшы? Тұтқынға түскен әйелмен жыныстық қатынасқа түсуге, және оны үйленіп барып түсесің бе? Фих деген не айтшы? Жоқ, саған мен сұрақ қойып жатырмын. Фих дегенге жауап берсең, қарапайым, соны білмесең, сен сұрағыңа жауап бермеймін. Мен саған сұрақ қойып жатырмын ғой. Саған жаңағы сұрақ қоямын, сосын жауап беремін. Сен бір не істейсің да? Жоқ, неге теманы бұрмалап кеттің сен? Бағана діндер деп айттың ғой өзің. Бағана Кришна деп айттың, Яхве деп айттың. Енді бұрмалап жатсың ғой өзің. Енді қара. Оны неге әкеліп жатсың? Моральға неге кіріп жатсың сен? Құдайға сенімге тоқталайықшы. Моральға кірмей тұрасың. Кіріп жатқан жоқпын. Сен сол сүннет деп айтып қалдың да? Енді қара, сүннет деп айтып қалдың.
енді қара, сенің айтатын нәрсеңе мен мынандай айтып отырмын да, мынандай сұрақ қойып отырмын. Сен бір нәрсені біреу зорлайтын болса, біреуді зорлап, жаңағы тұтқынға алып зорлайтын болса, ол дұрыс емес. Иә. Ал егер соны пайғамбарлардың, сахабалар жасайтын болса, ол сүннет. Жоқ. Солай ма? Жоқ. Сахабалар Неге қандай олай болғанын емес? білесің бе сен өзі? Неге олай емес? Сахабалар қандай болғанын білесің бе сен Енді өзі? қара, фиқ деген адамның намазы, оразасы, жаңағыдай Құран сүннетке сүйеніп отыратын нәрсе ғой, ол сондай. Ереже, иә. Енді саған шынымен де айтамын, былай дауласпай ақ қояйық. Неге ұтылған позицияны ислам, таңдайсың? қара, сен Аллахқа 100% гарантия беріп отырсың да. Иә, 100%. Қайдан беріп отырғаныңды мен білмеймін. Кришна шықса ше, Кришна. Кришна кім? Айтшы, Кришна кім? Кім Кришна шығады деген? Білмеймін кім екенін, сол шықса ше. Кришна дейтін ол Вишнудың аватары, ал Вишнуды жаратқан құдай дейді, білесіз бе? Жарайды, Зевс шықса ше, Зевс. Қара, енді мен саған тағы бір сұрақ қойыншы. Қара. Алла тағала бала жасай ала ма? Бізде Құранда айтады, жоқ, жасамаған деп. Құлы ғой, біз бәріміз құлы ғой, Алланың жаратқан Алла бәрі жасай құлы. алмай ма сонда бала? Қайда жоқ сұрақ қоймашы енді сен. Ақиқатты іздеп жүрген жоқсың міне. Айт солай мойында. Бала жасай ала ма? Жоқ, сен өтірік сұрақтармен Ақиқат деу үшін де дәлел керек қой ол үшін. Жоқ, ол сұрақты неге қойдың, айтшы, модернамат, ол сұрақты неге қойдың? Қара, Құранның ішінде жазылып тұр, Алла тағала баласы қалай болмақ, егер оның әйелі болмаса дейді да. Енді Аллахқа әйелдің не керегі бар? Аллаға әйелдің, Құдайға әйелдің не керегі бар? муташаббих мухкам аят дегенді білесің бе сен? Ой, бітпейтін нәрсе. Метафора деген нәрсені білесің бе сен? Инсаат, анау мынау. Жоқ, сен білмесең, қалай Құраннан қате таптым дейсің сен? Айтшы. Құраннан қате емес, бұл саған сұрақ просто. Енді простой түсінікті, адамдарға түсінікті болу үшін нәрсе ғой айтылған. Әрине Құдайға әйел керек емес бала болу үшін. Құдай мінсіз. Бірақ Құдай бала жаратты деген сөз емес қой бұл. Бәрі жаратқан Құдайдың құлдары, бәріміз құлмыз болса. Ал егер басқа дінді әкелсең, любой дінді әкел, бәрі қате, ислам дұрыс екенін түсіндіріп беремін. Сондықтан дұрыс жолды ұстан. Жалғас қаз күтші. Қара енді. Қиын адам айтып отыр. Қара енді. Құран бұл бір сүреде айтылған. Адамның көкірегінен шығады деп айтқан да. Көкірек емес қой, былай ғой. Алдында саған айттым ғой, репродуктивті орган деп. Репродуктивті орган эмбриология кезінде жоғарғы көкірек жақта болып, сосын ол түседі деп айттым ғой саған. Модерн. Қазір күте тұршы. Я Торих сүресінде екі жақта да екі дәлел келтіре аламын ол қате емес екеніне. Бірінші репродуктивті органның түсуі эмбриологиялық кезде. Екіншісі анау прямой кәдімгі қарағанда анау омыртқамен не бойынша есептегенде дұрыс сәйкес келетін туралы. Дәлел видеолар уже жетеді ол туралы. Қателік таппайсыңдар деймін жігіттер. Сіздерге айтам, любой дін исламнан басқа бәрі қате деп айтам. Енді қара, абсолютно любойын әкеліңдер деймін. Любойын әкеліңдерші маған. Қате деп отырсаң, қате екенін дәлелде онда бір діннің. Бір діннің қате екенін дәлелде алып кел. Қарапайым индуизмді алайық. Мен христианинмін мен. Қай жер қате? Жарайды, допустим, жақсы христианствоны алайық. Иисус түнде барды да тауға құлшылығын түні бойы құлшылықпен өткізді дейді түнін Құдайға. Сонда олар христиандар, Иисусты тыңда, жалғас айтып алайын. Сонда олар христиандар айтады. Қай жақтан айтып отырсың? Евангелие от Луки. Иисус пошел в гору и молился всю ночь, проводил ночь молитвой Богу. Ау. Иә. Енді бұнда христиандар не дейді? Иисус Құдай дейді, Құдайға қалай құлшылық еткенін көрсеткен Құдай дейді, адам кейпінде. Енді сұрақ, егер ол көрсететін болса, неге түнде барып жалғыз өзі құлшылық етіп жүр Құдайға? Может, оның құлшылық еткені Алла шығар? Ойландырмай ма? Сосын древний арамей тілде, қара. Древний арамей тілде Иисус сөйлеген тілде Құдай қалай болады? Эллаха болады, білесің бе? Иисус арамей тілде сөйлеген Эллаха деген Құдай. Бірақ онда отец деп келеді ғой. Сол отец деп негізделген ол Аллах Библияда. Бірақ олар Никейский соборда 3-ші ғасырда оны Құдай мен Иисусты бір рет жүрді. Сосын Құран түседі. Сосын Құран түседі. Мына христиандарға ескертеді. Алла, Иисус, яғни Алла біреу дейді. Алла үштік емес, Алла троица емес дейді. Христиандарға дұрыстап тұр. Егер пайғамбар өзі соны жазып алған болса, онда қасында Римский империя болғанда, Персидский империя болғанда, жан-жақта шашырап жүрген арабтардың қасында неге өйтіп троицаға қарсы шықты? Егер христианстводан ұрласа, айтшы, неге христианстводан ұрласа егер ислам? Онда неге троица дейтін основной концепция фундаментіне қарсы шығып тұр? Потому что ол қате христианство дейтін. Қара енді, қараш, Иса креске қағылуы недер жазылады. Одан кейін Мұхаммед одан кейін туылады да, біразға неден кейін, жылдан кейін. Иса деген істелмеген, қағылмаған креске, осындай деп шығады да. Иә. Ал сен нені білесің ба? Апокрифический текст дегенді білесің ба? Қара енді, сол не үшін ондай айтшы? Варнава дегенді білесің ба? Варнава.
қара, бір апостол дейді, кейбіреулер келіспейді, Варнава дейтін айтқан екен, Иисус кресте өлген жоқ деп. Басқа Писание Түркияда табылған, Турцияда жазба табылған, Варнава айтқан, Иисус Құдай емес болған, Иисус пайғамбар болған дейді. Ол ақпаратты айтты, потому что олар Никейский соборда Варнаваның ақпаратын қабылдамады дейді. Иисусты Құдай деп кеткен, сосын Варнава айтқан, Иисус пайғамбар деп айтқан. Білесің ба соны? Пайғамбар, Құдай деген қара, дәлел келтірем, саған Библияның өзінен дәлел келтірем. Иисус кресте өлмегеніне дәлел келтірем. Иисус айтады, Иисустан дәлел сұрайды оқушылары. Сол кезде Иисус айтады, сендерге знамение болады дейді. Сын человеческий дейді. 3 күн 3 түн Юнус пайғамбар қалай китте, в чреве кита был дейді да, қалай 3 күн 3 түн болды дейді. Сол секілді сын человеческий в сердце земли 3 күн 3 түн болады дейді. Яғни бұл не? Пятница, день воскресенья деп не айқышта өлген деп айтады ғой, пятница дейді, суббота дейді, сосын воскресенье дейді, иә? Осы 3 күн 3 түн дейді. Иисус не деп тұр? Өзі айтып кетіп тұр. Юнус пайғамбар қалай чреве кита болды дейді, ішінде киттің болды дейді. Сол секілді знамение болады деп тұр. Ал Юнус өлі болды ма, киттің ішінде тірі болды ма? Тірі. Иә, тірі болды. Иисустың өзі айтып кетті ғой. Бірақ ешбір христиандардан сұраса, Иисус нақты екенін білмейді. Ал бізде Құранда айтады. Сендер де қарашы, қалай ақиқатқа санап кетуге болады, мен түсінбеймін. Құдайдың құлыман деп отырсаң ғой. Құдайға құл неге керек? Ой, әшейін просто бұлар. Жоқ, Құдай сынақ қой. Бізге сынақ. Жоқ, құл неге керек оған? Ол барлық. Иә, дұрыс, Құдай мұқтаж, мұқтаж емес. Выбор исламан, он просто тозақтан қорыққан үшін жүр ғой бұлар, әшейін бұл басқа ештеңе. Сен өзіңе абсолют сенімді емессің ғой, жоқ па бар ма тозақ? Бізде хотя бы сенім бар. Тозақ жоқ. Жақсы, модерн намаз. Қара, пустынядасың сен. Қарапайым сұраққа жауап беріңдерші. Пустыняға барайын деп жатсыңдар. Сосын сендерде дым жоқ, тамақ, су жоқ. Сосын мен сендерге су берем. Суды аласыңдар ма, алмайсыңдар ма? 1 литрлік су. Не үшін? Аласыңдар ма, алмайсыңдар ма, өліп қалмас үшін. Он не қатысы? Жоқ, просто айтсай, сен пустыняға кетіп бара жатсың, өлесің ба, өлмейсің ба, білмейсің. Сұрақ тыңдап ал, түсінесің. Сен пустыняға барайын деп жатырсың, мен саған су ұсынып тұрмын, 1 литр су алып бер, мүмкін саған тозақты ұсынып тұр, сен жоқ, қазір түсінесің, тыңдашы, модерн тыңдашы. Пустыня тұр, саған айтамын, мен су ұсынып тұрмын, алып кетесің ба, жоқ па деймін, сен не дейсің? Пустыняда өліп кетуің мүмкін, немесе тірі қалуың мүмкін, білмейсің. Мазахист шығармын мен. Өзім қиналған ұнайды шығар маған. Ой, жоқ, сені өзің мазахист дейтін өз-өзің қинайтын ғой. Онда өз-өзіңді қинамайсың ғой, сені қинайды ғой. Не үшін қинайды мені? Сен бұйрықты орындамаған үшін, міндетіңді орындамаған үшін. Ондай Құдай болса, вообще орындамаймын мен ал. А? Вообще орындамаймын ондай Құдай болса. Жоқ, қиын ба сенім деген нәрсе? Қанбаған үшін. Неге ерегесесің айтшы? Сенбеген үшін мені қинайтын болса, онда вообще. Енді Құдайдың талабы ғой, сондай талап болып тұр Құдайда. Ондай болса, онда ол Құдайдың маған керегі жоқ, бұл Құдайға мен табынбаймын. Сен өзің бұл өмірді таңдауға келіскеніңді білесің ба, бұл өмірге сынақтан өтуге? Ой, қойшы, ондай әңгіме айтпашы. Өзің келісіп, мен саған да айта салуым мүмкін. Жақсы, өкініп қалма ал, өкініп қалма. Модерн, мына әлемді Құдай мен саған ескерттім ал. Мен саған ескерттім. Туылғанын білесің ба деп айтсам, мысалы. Мен саған ескерттім, өзің білесің енді. Таңдау өзіңде, мен ешкімді күштемеймін жігіттер, ешкімді күштемеймін. Сендерге дұрыс жолын айтып тұрмын.